Требую прекратить преследование гражданского активиста Куаныша Молдалиева из города Уральск. Считаю, что уголовное дело, которое сейчас заводится в отношении него, политически мотивированное. Ассаламағалейкум баршаңызға. Жаңа хабар естіп жатырмын. Асхат Жексебаев ағамызды якобы карантин режимін бұзды деп, үстінен әкімшілік жаза қолданайын деп жатыр екен. Сондағысы олардың ойлап тапқан кінәсі, неге Магнумге барасың, неге жақын жердегі магазинге бармайсың деген. Сол мен айтармын, даже карантин режимі бұзылған жағдайда да бірінші рет тек қана ескерту беру керек, екінші рет бұзылып жатса, сол кезде әкімшілік жаза қарастырылады заң бойынша. Бұл неге Магнумге бардың деген, ол ешқандай неге жатпайды, құқық бұзушылыққа. Асхат Жексебаевқа бостандық тез арада босатуын талап етемін. Ассалаумағалейкум, мен Дәулет Оспанов. Биліктен азаматтық белсенділерді қудалауды тоқтатуды талап етемін. Асхат Жексебаев, Болат Нұрғазин, Марат Байгулин, осы азаматтарды қудаларыңызды тоқтатуды талап етемін. Меня зовут Султанов Абайбек, я являюсь гражданским активистом. Я требую немедленного освобождения Асхата Жексебаева, которого сегодня, 10 апреля 2020 года, незаконно вызвали в полицию, и до сих пор более 7 часов он там удерживается. Со слов Асхата Жексебаева по телефону мы узнали, что ему инкриминируют административное правонарушение, нарушение режима карантина. Это за то, что он ходил за продуктами в магазин. Хотя Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала государства, все государства мира выпустить из тюрем людей, которых посадили без веских юридических оснований, включая политзаключенных во время пандемии коронавируса, нашей властью рекомендации ООН игнорируются в лице Токаева и Назарбаева. До сих пор преследуются гражданские активисты, до сих пор в тюрьмах сидят политзаключенные. Я обращаюсь в Организацию Объединенных Наций, во все международные правозащитные организации, ко всем руководителям демократических стран, чтобы вы потребовали у Токаева и у Назарбаева публично, чтобы они прекратили преследование гражданских активистов и выпустили политзаключенных. Ассаламағалейкум қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қайынбаев Ерқанат. Өзімнің конституциялық құқығымды пайдалана отырып, мына билік басында отырғандардан талабым. Біріншіден, Атырау қаласының патриоты Дианара Мұқатованы қудалауды тоқтатылсын. Екіншіден, прокурор Сикенов жақсылыққа жасаған қылмыс үшін тергеу жұмыстары басталсын. Үшіншіден, Бүркіт Баялиевадан куәгер ретінде жауап алынсын. Алға Қазақстан, алға көше партиясы.